Сәлем бәріңізге, қалайсыздар? Батырым екеуміз шығып бара жатырмыз. Батырым келді деп алдында айттым ғой, Қалқаманнан келген Санжардың үйінен. Тісіме шығып бара жатырмын. Жолдан балам магазиннен анау алып беріп кетіңізші дейді. Соны бірдеңкелерін алып беріп, ары қарай тісіме кетемін. Екі жарым ба мына? Мына коробканы мусорға тастайық деп кешегі массажный аяққа не алдық қой, массажер алдық қой. Соның коробкасы. Кел көтерсейін бір жағын десем, жоқ дейді. Өзім көтерем дейді. Жігіт қой мен. Жігіт. Давай, кел оған. Мұстафаны әбден сағынып қапты балам деген. Келе салып жабысып Мұстафа болып жатыр ғой. Ролтын жейміз дейді. Андағындай онша емес шығар балам? Да, сол нормально ма? Надан разницасы жоқ па, я? Жоқ, разницасы бар кішкене. Үлкенірек қой. Мұстафаға мынандай печенье алайын деп жатырмын. Осыны алайыншы. И алма печенье. Езіп бергенге шы Мұстафаға деп. Әкел Мұхаммеджан. Мынандай. Тағы не аласың? Аружанға мынандай ма? Мынау шоколадный қойшы. Мейлі ма? Сондай ғой. Кешегі алғандарың осындай ма? Я бірақ басқа. Шоколад қара. Ол жақсы көрмейтін шығар шоколад. Жоқ, ала берейік. Ала ғой. Айшаға. Фатимаға ананың розовые, да? Стаканчықтың розовые ма? Мынандай жей береді ба? Иә, жей береді. Милкшейк алып. Айша кеуіңе, Аружанға да үшеуіңе де, Аружан да милкшейк жақсы көреді ғой? Иә, онда рақсыдан алады. Иә, үшеуіңе де милкшейк аласың. Мұстафаға алдым аға. Давай, Батырым. Магнумнан көрген. Соны айтсай. Жаным. Давай. Пока. Бұл ары кетті. Мен былай кеттім. Қазірдің өзінде 10 мың теңге кетіп қалды ғой. Біздің есіктің алдындағы магазиндер страшно қымбат. Сестренкам келеді, мамамдар келеді, солар айтады да, магазиндерің страшный ғой деп. Мысалы, бізде жай бір күндік нәрсені 10 мың қалсақ, оларда 5 мың қалады. 5 мың, 3 мың сондай қалады да, біздікі 10 мыңға шығып кетеді. Соң қымбат сендер жақ деп. Сөйтеді, біз көбінесе жаңа Талғар жақ, со жақтардан келетқан кезде толтырып продукт алып аламыз ғой. Арзан деп ше, Шаңырақ жақтардан келерде. Қорқам. Жаман қорқам ше. Неден қорқсаң соған жүз келеді екесің ғой, короче. Тістен жаман қорқатын едім, қазір тіске үйреніп алдық. Шықсам жаңбыр жауып жатыр ғой. Су болатын болдым ала. Бара берем ба, күтем ба енді? Ой, қайта келетін жолымның бәрі тал екен. Мәз болып келеді қасың ғой. Ешқандай да су болмадым. Жерді қараңыздар, қалқандай. Жаңбыр жоқ жермен келе жатырмын. Күннің күркіреуін естіп жатсыздар ма? Страшно күркіреп жатыр. Мына тәтем не істеп жатыр? Мұстафаны ойнатып жатыр сөйтіп. Мұстафаны қара. Тура ұқсап тұр, я, қараңыздар. Қайдан? Вау. Мен ойнап кеткесің ғой. Қайсы. Мантыға заказ бердім. Мынандай хлебный корзина деп алдым. Мұхаммеджан лагман. Аружан бургер. Фатима екеуі. Айша ғана келмеді. Папамызда палау, салат. Короче, солай болып жатырмыз. Айша келмеді, потому что Айша волейболда. Сендермен бармайын, волейболға барамын деп несіне кетіп қалды, волейболына. Ал,
Мына тесікке түсіреміз дейді. Біреу кетіп қалды. Мұхаммеджан тұр. Жетпей қалды. Оппана, молодец. Оппана. Бәрін түсірді, иә. Давай ал, балам. Оппана. Давай. Оп, чуть-чуть қалды, давай. Последний. Ой, давай, Фатима, енді сен. Кім тиісті? Киноға келдік, тамағымызды ішіп алып, бүгін чисто кешкісін демалайықшы деп жатырмыз, потому что күндіз күні бойы видео түсіріп, жұмыстармен шаршадық әбден. Көбін түсіре алмадым мен. Қазір енді тамақ ішіп алып, енді кішкене демалып, кино көріп, сосын қайтамыз. Қораға кірдік деген киноға алып жатырмыз. Соған кірейік деп. Мұстафамен кіреміз. Мұстафа уже алдында бір рет отырды ғой, үйренді. Иә, бір рет отырды ғой. Ұмытып қалдым әйтеуір. Осы жолда отырады деген ойдамыз. Все, кіріп алдық. Ең бірінші рядта отырасың ғой. Потому что коляска. Коляска тұрады мұнда мен отырам. Бірінші рядтан тек мына екеу мен қасыма отырам деп екеуге болды, Фатима мен Мұхаммеджан. Алдында тек біз ғана отырмыз, қалғанның бәрі артын отырады. Папасы мен Аружан 8-ші рядта отыр. Қораға кірдік. Не үшін қораға кіреді екен? Соны көрейік деп келдік, я қызым. Қазір көрсетем. Жаңағы алған мотилары, сосын кола, инаның ішінде фри стрипцилары бар екен. Сөйтіп міне екеуі ойын ойнап отыр. Екеуі бір соғысып алды. Жаңа ана жақта лақтырған кезде Фатима жылап отырды ғой. Сол кезде екеуі бір соғысқан, қайтып татуласып алыпты. Әлі 10 минут бар кино басталуға. Таспихымды алып алғам, постоянно өзіммен жүреді. Қазір кино біткенше 5.000, 6.000-дай таспих тартып тастаймын. Әдейі көрсетпей тұрмын сіздерге неше тартқанымды. Осылай сақталып тұрады, осының ішінде неше екенін. Көрсетсем болмай қалады. Надо будет Бәкеңмен партнер болған. И бірге талай тіріп бітірген. Қазым, қомаш сен не деп кеттің вообще? Сен серьезно айтып тұрсың ба қазір? Ал. Ана свежий қақалымыз. Касса істейді ма? Қалай жүттеген? Ана қызға барайық. Нан алуға бола ма? Мама, давайте мою сумочку. Ну, скрыть хуяшь мне? Ай, холодно. Еще у меня там шоперчик. Мама, смотрите. Я и шопер. Шопер меркен. Şimdi ekmeğimizin zeki birliklerimiz var. Все. Мен нахуй алған соны. Келдік, алып келдім. Балаларға деп. Клубника мен черешня алдым. Екі қызым тастап кетем мен. Жүр. Ал, екі қызым тастап кетем мен. Побыстрее, пожалуйста. Өліп тұр. Пожалуйста, побыстрее тастап кетіңіздер, пожалуйста. Өліп күтіп жүр. Тастап кетіңдер мені. Подружкасына келатыр, Я. Давайте побыстрее. Зере бірінші рет енді Зере. Аружанға лесіп келатыр, көрейік енді. WhatsAppқа жазасыңдар, если что. Жоқ, телефон алып. Тастап кеттім екі қызымды. Былтырғыдай емес, биыл уже уайым жоқ. Спокойно тастап шығып кеткенсің ғой. Аружан асығып, әрең жетіші. Қанша күтіп, мама апар деп. Бүгін таңертең 8-де тұрып алған еще. Апар деп. Қойш деп сағат қазір обедте келдім ғой. Сол тастап кеттім енді. Подружкалары былтырғы көбісі тағанып о деп құшақтап жатыр. Біреулер суретке түсіп жатыр, бір балалар. Короче, сондай болып жатыр енді. Таныстары. Болды, үйге келіп алдық. Фатима, Мұхаммеджан, Мұстафа, төртеуміз. Айша үйге кіріп кетті.
Жолдан тамағымызды ішіп, обедімізді сөйтіп келдік. Аружанның жоқтығы уже білініп жатыр маған. Аружан өзі қуанып кетті енді 15 күнге. Мына кісіге рахат болып жатыр зато. Бізге жаман болып жатыр, я, Фатима? Мұстафаға вообще шығар. Я, Мұстафаға вообще жаман ол. Аружан жайлы көтереді ғой. Оянып ал. Оянып алды ол кісі. Ей, Бабакөзкен. Бабакөзкен. Ұйқысы қанды. Памперс толды. Бағана киген памперс. Екеуі ойынға кіріп кетті. Уже мороженое жеп тастаған ба, Мұхаммеджан? Мә. Тағы да анау-мынау алып алдық магазинге кіріп. Сонымен Фатима мына жерге ойнайын деген кейін отырмыз күтіп. Ей, машинаға тиеді. Ана бала мынаны коляскаға бүйтіп отырғызып алып, дырылдатып сүреп жүр. Мына қараңыздар енді. Ұл бала деген қиын екен ғой, қыздармен тыныш жүрген көрінген. Мына бала бар ғой. Бұзықтың бұзығы болып жатыр енді. Достарын амандасып. Соңы мынандай қайналды. Тоқташы, Мұхаммеджан, көрсетейін. Соңы мынандай қайналды. Сен отырғың кеп тұр ма? Жынды. Ойнап айтып тұрма десем, шын айтып тұр ғой. Фатима екеуін отырғызып қойдық. Фатима құшақтап отыр. Тоқташ, көрсетейін подписчиктеріме. Мұхаммеджан! Жүгірме, екеуімен қуатасың. Тыңдамайды адам. Тоқташы дейм, көрсеткім кеп жатыр. Көрсете май кеттік қой. Жаным, лысый башкам менің. Мың бір баланы көріп жатыр. Қыз өлетін болды әйтегі. Ұмытып қаптым мен мына киноны. Айбый! До конца ғой қыздікі. Болды қыз, бітті. На. Бүйірнің бояп отыр баламның. Баламның. Памадаң жүк қойын деп жатыр ол. Жеуге бер деп жатыр саған. Жейтін нәрсе емес ол, балам бояйтын нәрсе. Тоғызды 12-ші гимназия Алматы. Not the end. 2024. Дәділ Айша. Рақта фамилия тұрып. Фамилиясы тұр. Папасының аты тұр, короче. Ертең Айшада аттестация, вручение. Аттестация деп айтама, не вручение? Вручение, аттестация. Диплом емес қой? Аттестат береді ғой? Жоқ, соны. Вручение, аттестация. Сен түсінбей қағасың ғой. Аттестат алады ертең. Сырты қып, қозыл көп, күшті аттестат алып келеді ертең қызым. Неужели? 9 жыл. Еңбегі, 9 жылдық еңбегі. Ойбай. Құдай берса, сондай аттестатын алып кеп, сосын жуамыз, құрбан айт бітсін. Құрбан айттан кейін Айшаның аттестатын күштілеп тұрып жуатын боламыз, қызым? Вообще не хочу быть жуып. Неге? Я вообще білмеймін, маған бәрібір сияқты вообще. Бәрібір емес, Айша, 9 жылдық еңбегің ғой? Білмеймін. Өзімен бәрібір сияқты. Вообще... Ты недооцениваешь себя. Ертең андай бір важный день деп қарап атқан жоқ. Вообще-то важный день ғой. Сол ғой, білем ғой, важный день. Но вообще өйтіп сезіліп тұрған жоқ. Мен даже туған күнімді өйтіп сезбеймін ғой. Ноль эмоций ғой, ноль. Неге бұл қуанбай, Аружан болса, деп шыңғыр өлетін еді, надады вообще ғой, ноль ғой. Кімнің эмоциясы жоқ, жазыңдаршы комментарияға. Қаншадан бар екен, көрейік.
Нағыз айтады жіберсем мобилограф келеді. мобилографпен барам деп жатыр Пожалуйста, Мертен. мобилограф не надо. Болады, еще как. Мұхаммеджанда мобилографпен Егер барғанбыз. Мұхаммеджан олар вальс береді, оны ладно бүйтіп Дұрыс, сенің де ертең, сен жылда 9 бітіресің ба? мен оған қараймын да, всю жизнь буду как кризис вспоминать. Маған бәрібір. Мен өзімнің қызымды түсіруге барам, мен сен емес. Өзімнің қызым, ең алғашқы қызым 9-ды бітіріп жатыр. Соны түсіру үшін барам. Так что ты, мынандай, не айтсам болады, менің немді не ограничивает. Вообще я заканчиваю. А маған бәрібір менің қызым заканчивает. Так что ертең солай болады. Бүйтіп түсіреді. Мен деген анау ертең директормен бүйтіп істеймін болса деген қолына дейін түсіреді. Түсірсін. Мұхаммеджан көрді ма, Мұхаммеджан бүйтіп түсірген. Мобилографымдан қашып жатыр, зато күшті видео шығады. Не надо. Надо мне. Вы это еще в Инстаграм выложите. Конечно, менің қызым 9-ды бітірді қызылмен деп. Ты чё, Айша, мен үшін мақтаныш қой, любой ата-ана үшін. Ойлаш, ең бірінші қызым, менің ең алғашқы тұңғышым 9-ды қызылмен бітіріп жатыр. Мен үшін ол мақтаныш қызым. Ну можно же просто сфоткать. Нет, фотка маған не хватает. Просто мы бы сфоткались. Нет, я все равно мобилограф апарар едім. Аружан, сіз қалай өтіп жатыр күнің? Айтшы. Прекрасно. Отлично. Прекрасно деймін, жынды. Өте күшті. Ешкім маяқтан өзім өмір сүріп. Пространствоң кеңейіп қалды ма? Екі төсегім бар енді. Екі төсекке, бір аяғыңа бір төсек, бір аяғың бір төсекке жатса? Все, короче, сау болыңыздар. Давайте, рахмет сіздерге соңына дейін көргендеріңізге. Пока-пока.